Сәлем құрметті оқушы, менің YouTube арнама қош келдің. Сендермен бірге шыңғыс аға екінші тоқсанның екінші жібісін бірге талдап көрейік. Тақырыбы есеп шығару, орындау уақыты 20 минут. Бірінші тапсырма мынандай кесте берілген, есеп шығарамыз қазір. Екіншісінде де жылдамдыққа арналған есеп. Видеоны достарыңмен бөліс, олар да пайдалы ақпаратпен пайдалансын. Бірінші тапсырма кестедегі сүйеніп белгісіз мәліметті есептеп шығар. Мұқият қарап алайық алдымен. Бізде апельсиндер, мандариндер бар. Олар бір жәшік жемістің массасы, олардың массасы бірдей. Олар әрқайсысы жәшікке салынған және бір жәшіктегі олардың массалары бірдей екен. Жәшіктердің саны: апельсиннен 7 жәшік, мандариннен 8 жәшік. Барлық жемістердің массасы 120 кг. Сонымен апельсиннің барлық массасын табуымыз керек, сосын мандариннің барлық массасын табуымыз керек. Ол үшін біздер алдымен былай жасайық. Бірінші амал бізде былай болады. Жәшіктердің саны жалпы 15, өйткені 7-ге 8-ді қосамыз. Апельсиндер, мандариндер барлығы 15 жәшік болады. Ж деп қояйық. Екінші амал. Барлық жәшіктің массасы 120 кг. Сондықтан 120-ны 15-ге бөлеміз. Тең болады 8 кг бір жәшік болады. Мына жерге жазып қоямыз. Сосын үшінші амал. Мысалы, апельсиндер барлық массасын табу үшін біздер апельсиндер 7 жәшік қой, 7-ні 8-ге көбейтеміз. 8 өйткені бір жәшіктің массасын қазір ғана таптық, 8 кг. Сонда 56 шығады. 56 кг бұл апельсиндер дейміз. Төртінші, 8 жәшік ол мандариндер, әрқайсысында 8 кг, сонда 64 кг болады барлығы. Бұл мандарин. Міне осылайша біздер барлық апельсиндердің массасын және барлық мандариндердің массасын тауып аламыз. Мына жерге жазып қойсаңдар да болады. 56 кг, мына жерде 64 кг деп. Келесі екінші есеп. Арасы 212 км болатын екі айлақтың бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі кеме шығып, 4 сағаттан кейін кездесті. Бірінші кеменің жылдамдығы 24 км сағатына, екінші кеменің жылдамдығын тап. Кестеде көрсетілген екі айлақтың арасы 212 км, бірінші кеме 24 км сағатпен шықты, екіншісі белгісіз 4 сағаттан кейін кездеседі. Бұл есепті шығару үшін біздер былай жасайық. Алдымен бірінші кеменің жүрген жолын тауып алайық. Мына жақта. Мына жол қанша болды? Сосын екінші кеменің жүрген жолын тауып аламыз. Сонымен жылдамдық көбейтілген уақыт ол жүрген жолға тең. Сонымен 24 көбейтеміз, 4 тең болады 96. 96 километр ол бірінші кеменікі дейміз. Бүйтіп жазып қоямыз. Бірінші кеме жүрген жолы километрде. Екінші кеменің жүрген жолын табайық. Ол үшін жалпы барлық қашықтықтан 212-ден бірінші кеменің жүрген жолын алып тастаймыз. Мына жақта бағандап есептеп алсаңдар да болады. 212 азайтылған 96. 2-ден 6-ны азайтылмаймыз, 1-ден береміз. 12-ден 6-ны азайтсақ 6 болады. Мына жақта 0 қалды, 2-ден береміз. 10, 10-нан 9 азайтамыз 1. Мына жақта 1 қалды, оны жай түсіреміз. Сонда 116-ға тең болады. 116 км ол екінші кеменің жүрген жолы. Бірақ бізге екінші кеменің жылдамдығын табыңдар дейді. Олай болатын болса, қашықтық бөлінген уақыт ол тең болады жылдамдыққа. 4 сағат жүрді ғой олда. Сондықтан 116 бөлінген 4 тең болады. Мына жақта бағанда бөліп алсаңдар болады тағы да 4. 2-ден бересіңдер 8, 6, 9. Сонда 29 км сағатына. Осындай жылдамдықпен екінші кеме жүреді. Екінші кеменің жылдамдығы бұл. Жауабын жазып қойсаңдар болады. Жауабы 29 км сағатына деп. Міне осылай шығады достар.